Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше муравейник десертін дайындайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ерітілген сармайды салып, үстіне қантымызды салып, араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне 3 ас қасық қаймағымызды салып, тағы да сұйық болғанша араластыратын боламыз. Ұнды салатын боламыз. Керекті заттардың барлығын төменге описание бөліміне жазып қоятын боламын. Жақсылап ұнымызды салып, тығыздап, нан шығаратын боламыз, яғни қамыр шығаратын боламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді осыны 4 бөлікке бөліп, морозильникке қатқанша қойып қоямыз. Мен қамырды 3 сағаттай морозильникке сақтадым. Жақсы қатып, өзінің формасын сақтады. Енді осыны теркадан өткізіп, 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Оны жақсылап үгітіп, қатты үгітпейсіздер, түйіршік қалдырып, үгітіп шығатын боламыз. Құрғақ муравейникті дайындап болғаннан кейін крем дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 банка вареная сгущенка, соны газге орташа отта қойып, сұйық болғанша ертіп аламыз. Вареная сгущенка осы видеодағыдай болуы қажет. Бір-біріне тығыз жабысатындай қылдырып, жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болғаннан кейін ыдысымызға салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Муравейник дайын. Сіздермен болған Манар. Егер де видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.